энергиямды тазарт, жолымды аш деп келетін кісілер болады да. Назарбаевтың немересі қазір ретрит өткізіп осы рухани жолға келіп жатыр ғой. Үлкен Аллаға деген наразылық. Почему-то менен кейін кофемен болжам деген басып кетті, соны таң қалам да. Көз алдыңызға елестей ма сондай адам? Мен отырам да, күйеуім маған измена жасап жатқан жоқ па екен деймін да, өзіме ашам да. Еркектер не себепті измена жасайды? Ойланып көрмеппін. Адамның өлетін уақыты белгілі болады ма? Тағдырдың барлығы әдемі, қиындықтың барлығы әдемі. Күйеуіңмен таласып тартысып жүрген кезде сен бәрібір мына жақта байып кете алмайсың. Амансыз ба көрермен, арада біраз үзілістен кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Бүгін бізде ерекше қонақ, кофе болжаммен көпке танылған Мадина ханым, рухани жетекші деп айтсақ болады. Бүгінгі подкастты соңына дейін көріңіздер, құрметті көрермен, өйткені сіздерге барынша пайдалы ақпарат болады деп ойлаймыз. Бұл кісі қарым-қатынас тақырыбында да, ақша тақырыбында да, өміріңізге не керек, жалпы барлық тақырыпта сізге кеңесін бере алатын өте мықты маман. Қош келдіңіз, Мадина ханым. Көрдік. Жаңа мен Мадина ханымнан сұраған болатын, осы подкастқа сіз арнайы кофе болжам жасадыңыз ба деп. Бірақ сіз өзіме болжам жасамаймын дедіңіз, иә? Жоқ, жасаймын өзіме, бірақ соңғы уақыттарда жиі жасамаймын. Қазіргі уақытқа дейін, қазіргі күйіме дейін, қазіргі өмірімдегі мәселелерді мен өзім кофе жасап, өзімнің тағдырымды кофеден көріп, не істеу керек екенін солай шешіп отыратын. Жоспар құратын, соған қарап өзімнің энергиямды түсінетін. Ал қазіргі таңда кофе қарамай-ақ мен өзімнің энергияммен, өзімнің темпіммен бір баланста екенімді сезем. Яғни кофе мені осы қазіргі темпімді түсінуге, өзімнің ішкі халімді түсінуге дейін бір жол көрсетті. Ең көп қойылатын жиі кездесетін сұрақ қандай? Кофе болжам бойынша. Дуа бар ма деген сұрақпен келеді. Күйеуімнің біреуі бар ма деген сұрақпен келеді. Енемен қарым-қатынас, қашан бөлек шығамыз, қашан балалы боламыз. Қашан бөлек шығамыз деп те келеді ма? Иә, денсаулыққа байланысты. Түрлі жалпы қандай қазір қоғамда актуальный тақырып болып жатыр, соның барлығын мен кофемен болжамға келіп жатады. Жалпы осы сұрақтарға толық жауап бере ала ма кофе? Қайсысына жауап бере алмайды бұл сұрақтардың? Кофе жоғалған затқа жауап бере алмайды. Неге? Ол жерде адамның қандай да бір энергетикалық тұрғыдан оның ішкі халі, яғни мысал үшін ол затты біреу ұрлаған болса, Айжамал ұрлады, пәленше ұрлады деген жауап шықпайды да, ол жерде кофе сөйлемейді ғой. Сонымен ол адамға, аштырып жатқан адамға бір күдік туындатуы мүмкін. Мысал үшін оның сипатын оқып жатқан кезде, кофе сипаттайды ғой ол адам. Сипатын оқыған кезде оны оқып жатқан адам, сұраныс берген адамда басқа адамға күдік туындауы мүмкін. Ол дұрыс емес болған кезде, оны жалпы дұрыс деп қарастырмаймын. Сондықтан жоғалған зат, біреу ұрлады ма, алды ма деген сияқты сұраққа қарамағанды жөн көремін. Және екінші, бұл баланың жынысына байланысты. Бала 6 айға дейін өзінің жынысын таңдайды. Ананың ішіне біткен құрсақтағы бала өзінің жынысын 6 айға дейін қалыптастырып жатады негізінде. Сол кезде түрлі өзгерістер болуы мүмкін. Яғни ол жерде де энергияға байланысты айтылады. Ананың құрсағындағы баланың энергиясы ұлдікіне немесе қыздікіне ұқсас. Бұл негізі энергетикалық разбор. Бұл тек қана белгіні қарай салу емес. Яғни менің кофе терапиямда, менің авторлық әдісімде бұл энергиямен жұмыс. Клиенттің кофесін қайнатып бастағаннан бастап мен оның аурасын сезе бастаймын. Ол қандай адам, қазір қандай халде жүр, өзін қалай ұстайды, қандай ситуациядан шыға алмай жатыр. Яғни оның белгісіне қарамай тұрып мен ол адам сезе бастаймын. Көз алдыңызға елестей ма сондай адам? Елестегенде қалай сезесіз? Энергетикалық тұрғыдан менің ішкі әсерім, менің реакциямның барлығы ол кезде менікі болмайды да, ол реакцияның барлығы клиенттікі. Кофені қайнатып жатқан кезде енді әрине оған дейін менде дайындық сәттер болады. Мен өз медитациямды жасаймын, Алладан сұраймын, бүгін менің әр алдыма келген адамға дұрыс жолды көрсет деген сияқты. Одан кейін менің әрбір реакциям, менің тәнім, менің ойым мұқият бақылаған кезде ол менікі емес екенін сеземін. Мен сізге айтып едім, Төреғалиға кофе қараған кезде қашып кете береді ғой, анан кофелер шашылып жатыр да. И мен сразу түсіндім, мен өзім жалпы неуклюжий адам емеспін. Төгіп алу, шашып алу, жүрген жерде құлап қалу деген менде жоқ та өзімде. Ананы құлатып алып жатырмын чашканы, қайната алмаймын, қолыма турка ұсталмайды. Барып чашканы алайын десем, чашканы таппай қалам. Оның барлығы маған байланысты емес. Ол жерде
мен ол адамның энергиясын сезіп тұрмын да. Жаңағыдай ішкі өзінің қайнап тұрған энергиясы, ол кісінің асығыстығы, ол кісінің жылдам шешім қабылдайтыны, ол кісінің резкилығы, оның кофесін қарамай тұрып ол белгілі болады. Ал одан кейін адамның чашкасына түскен белгі, оның алда сол энергиясына байланысты ол нені тартып жатыр өміріне, қандай қате жібергелі тұр, немесе қандай кедергі бар, соған байланысты белгілер болады. Сіз бір сәтке сол болжам жасатып отырған адамның болмысына айналасыз ғой, сондай, былай айтқанда. Сізге қиын емес па? Күнде қанша адамға жасайсыз болжам? 30-40 кейде. 30 түрлі кейіпке еніп қайтадан шығу қалай болады? Енді ол жерде 30 түрлі кейіпке енгенде Алланың маған берген өз кейпім бар. Мен оны танимын ғой, мен оны жақсы көремін. Құдай мен сол энергиямен, сол болмыспен жаратты да. Мен оны 30 адамға қараған кезде өз болмысымды барып жек көріп, тығып, бір бөлмеге тастап кетпеймін ғой. Маған сол болмысым басқа адамдардың болмысын сезінуге мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан ол жерде ең бірінші мәселе қиын деп қарау үшін, мысалы үшін бір адамдардың баласы қатты ауырып жатқан болуы мүмкін. Мен қайдан ем алсам болады, мен қалай осы ситуациядан шығам деген кезде, мен ол ситуацияның барлығын кофеден әдемі көремін. Тағдырдың барлығы әдемі, қиындықтың барлығы әдемі. Оның барлығының өзінің бір әдемі краскасы бар да. Бұл сонысымен өмір. Мен өзімнің өмірімдегі қиындықтарды қалай жақсы көремін, мен өзімнің алдыма келіп тұрған әр клиенттің қиындығын солай әдемі көріп тұрамын. Және оның барлығынан шығудың жолы бар. Оның барлығында өсудің жолы бар. Егер мен оны ауыр етіп, негатив көріп, қиналып, өмірге деген менің ішкі реніштерім болса, маған ауыр болатын еді. Ал мен оларды көргеннен ләззат аламын. Мен оларды сезінгеннен, сол жердегі ақпаратты бергенімнен, сол жерден ол адамның жанында, энергиясында не болып жатқанын өзім түсініп, сол адамға соны түсіндіре алғанымнан мен содан ләззат аламын. Мен содан рахаттанамын да. Ол маған сол үшін қиын емес шығар. Жаңа сіз энергия деп қалдыңыз ғой. Сол энергия деген тақырып қазір өте актуалды. Неше түрлі адамдар соған байланысты курстар шығарып жатыр. Жалпы энергияны сіз көремін, сеземін дедіңіз ғой. Энергияның түрі бола ма жалпы? Мужской энергия, женская энергия дейді, болмаса бай адамның, кедей адамның энергиясы деп айтып жатады. Негізі бір кітап оқыдым да мен. Сол жерде айтады да, нет новых истин деп. Яғни бір жаңадан ашылған қалай айтсам екен, жаңалық жоқ. Жаңадан ашылған жаңалық жоқ деп. Мужская энергия, женская энергия деген ол ин, ян деген ол бұрыннан бар екені белгілі. Енді бірақ бай адамның энергиясы, кедей адамның энергиясы деген енді адамның ішкі позитиві мен негативі жайлы шығар ол. Мен өзім сөйтіп түсінемін. Ал басқа женская энергия, мужская энергия деген енді біздің болмысымыздағы бір мықтылық пен жұмсақтық екеуінің ортақ бір балансы ғой. Адам бір қатты мықты, қатты бір қатал болып кетуге де болмайды, бірақ кейде бізге жауапкершілік алу керек болады, шешім қабылдау керек болады, я. Ал кейде бізде түсіністік, қабылдау, махаббат энергиясы керек болады деген сияқты. Бұл сол женская энергия мен мужская энергияның екеуінің бір ортақ балансы. Жалпы әйел адам болса да, оның ішінде екі энергияда болу керек қой, сонда? Екі энергияның балансы болу керек. Бірақ енді бәрібір әйелдерде әйелдік энергия басым болғаны дұрыс шығар деп ойлаймын. Әйелдік энергиямен ақша табу деп жатады ғой, жеңіл ақша келеді деп, сол рас па? Рас, ол менмін ғой. Ол менің әйелдік энергияда деген не, біз әйелдер добытчик емеспіз ғой. Біз алға давай деп жарысып, салыстырып жүре алмаймыз да. Біздің болмысымыз байсалдылық, біздің болмысымыз қабылдау, махаббат. Мысал үшін бүгін маған енем таңертең, Мадош, мен бүгін мазам болмай жатыр десе, мен түсініп қалу мүмкін еді ол кісін. Бірақ жауапкершілік деген нәрсе болады. Бірақ бәрібір ол нәрсені шешіп кетуге тырысасың деген сияқты. Әйел адамның болмысы сенің жаныңдағы адамды түсіне алу, қабылдай алу, жұмсақтық, жылылық беру ғой. Біз сол жылылық берумен табыс таба аламыз, жылулық берумен өзімізді дамыта аламыз, қорғай аламыз. Жалпы адамның энергиясы таза, болмаса кірленген энергия болуы мүмкін. Қазір энергияны тазартып беремін дейтін адамдар көп қой. Енді мен кофе терапия, мен жаңағыдай кофемен болжам жасаймын десем,
энергиямды тазарт, жолымды аш деп келетін кісілер болады да. Негізінде мен энергиямен жұмыс жасаймын деген сөз бірден бір адамға қарап сүф деп оның энергиясын тазартып жіберем дегенді білдірмейді. Энергия неден кірленеді? Энергия өмірге деген реніштен, Аллаға деген ішкі наразылықтан, адамдармен өзін салыстырудан, өзін жек көруден кірлейді. Енді кірлегенде қалай энергияның жаңағыдай жоғарғы вибрация болмайды да ол адамда. Шүкіршілік болмағаннан кейін, жақсы көре алмағаннан кейін адамда бір шаршау, апатия, депрессия болуы мүмкін. Омен енді адамға духовный наставник болғаннан кейін, интегративті психолог болғаннан соң, мысалы үшін оларға кәдімгі толыққанды терапия, сессия өткіземін. Ол жерде яғни адамның ішкі блоктарымен, убеждениелерімен, Алламен байланысымен, оның ішкі энергиясында қандай кедергі болып тұр, ол неден болып тұр, ол ой қайдан пайда болды, жалпы оның бүкіл денесімен, біздің денеміздің өзі 7 қабаттан тұрады, ол убеждениесі, кедергісі, блогы дененің қай бөлшегінде тұр, соны сезінумен жұмыс жасалыну керек. Жаңа суф дегеннен энергия тазармайды дедіңіз ғой, дем салдырғаннан энергия тазара ма? Енді ол әр адамның өзінің сеніміне байланысты да. Мысалы үшін мен сенбеймін. Мен барып біреумен суф десе мен тазарып кететініме сенбеймін. Мысалы үшін мына жерде тұрған бір қыз сенуі мүмкін. Бар бол суф деген кезде өзін күшті сезінсе, бүкіл ауыртпалық сол жерде қалып кеткендей сезініп, қайтадан бір Алламен байланысы орнап кеткеніне ішінде сенім болса, ол адамға әсер етеді. Жалпы мен оларды өтірік, немесе ол болмайды, іске аспайды деп айта алмаймын. Ол жерде адамның сенімі рөл ойнап тұрады. Назарбаевтың немересі қазір ретрит өткізіп, осы рухани жолға келіп жатыр ғой. Біз екеуміз негізі сол тақырыпта да сөйлескен едік. Сіз осы тақырыпта ойыңызды айтқан болатынсыз. Қазір көрерменге айта аласыз ба? Не себептен деп ойлайсыз? Табыс табу ма? Табыс табуден десең, маркетингтен десең, ол кісіде барлығы бар сияқты. Әлде ол кісі қателесіп жүр ма? Қате бір ілімнің соңын қуалап. Маркетинг болғанда ол жалпы адам іште, мысалы үшін мен осылай маркетинг жасап, мен осылай аудиторияны көбейтейінші деген ниет тұрмайды негізі. Себебі 5Д-дан жаңағы 3Д-дан 5Д-ға өткізіп жіберіп жатқан адамдардың өзінің ішкі миссиясы сол адамға бір жан тыныштығын сыйлау болып тұр ғой енді. Бірақ қазір енді ақпараттық сондай бәсекелестік жоғары болғаннан кейін барынша өзінің әдісін адам қаншалықты мықты екенін көрсетудің, тақырып қоюдың дейікші жолы да. Солай адамдарды тыңдатудың, қаратудың, кел маған сенің жаныңның тыныштығын мен саған былай 3Д-дан 5Д-ға былай секіртіп жіберіп, оңай жасап берем деген сияқты бір әдіс шығар. Я шынымен оның әдісі сондай бір оңай шығар. Оңай көрсету жолы да енді ол. Бір рет көзіңді жұмып, медитация жасап, 2 рет көзіңді жұмып, медитация жасап, сен бүкіл қиындықты ұмытып, 5Д-ға секіресің деген сияқты. Бірақ енді ол жерде мәселе адамның бәрібір қалайда болғанда жүрегіндегі махаббатты ашу болып тұр ғой. Тыныштық алып келу деген сияқты. Сол кісінің ретритіне баратын ба едіңіз? Ойланып көрмеппін. Баратын шығармын. Қызық болып жатса баратын едім. Кофе болжаммен жұмыс жасаған кезде жалпы адам тағдыры туралы ғой бұл тақырып. Сол есепте сол тақырыпқа да бір ауыссақ, тағдыр деген не жалпы? Оны өзгертуге бола ма? Әлде ол алдын ала жазылып қоя ма? Сіз қайдан көресіз? Ол кофе болжамда адамның тағдырын көресіз ғой. Ол ақпарат қайдан келеді негізі? Жалпы егер тағдыр толықтай жазылып қойған болса, біздің әрекетіміздің, біздің таңдауымыздың мәні болмас еді. Тағдыр біздің таңдай алатын тағдырымыз бар, таңдай алмайтын тағдырымыз бар дейді, философиялық тұрғыдан алып қарасақ. Яғни біз қай жерде туыламыз, әке-шешеміз кім болады, қандай отбасыда, қандай діни ортада туылатынымыз, оны да біз таңдаған жоқпыз. Ал біздің таңдай алатын тағдырымыз, ол біздің іс-әрекетіміз, жауапкершілігіміз. Яғни біз қандай да бір өзіміздің іс-әрекетімізбен, өзіміздің жауапкершілігімізбен тағдырымызға әсер ете аламыз. Құранда да жазылған ғой, мен кей қауымның, Құдай айтқан екен да, мен кейбір қауымның жағдайын, өзінің әрекетін, өзінің ісін өзгертпейінше жағдайын өзгертпеймін деген. Яғни сенде таңдау бар деген сөз. Ал жан деңгейінде алып қарайтын болсақ, жанның таңдауы адамның таңдауынан көбірек. Біз бұл өмірге не үшін келдік?
иә, сабақ үшін келдік, рухани өсу үшін келдік. Біздің рухани өскеніміз кімге керек? Құдайға керек емес, Құдай өзі абсолют. Рухани өсу жанға керек. Сол концепциядан алып қарайтын болсақ, демек жанға сабақ керек. Ол сабақтарды кім құрастырады? Әр жан өзінің өскісі келген дәрежеге қарап өзінің сабағын өзі таңдайды. Біз осы қиындықтарымыздың барлығын өзіміз таңдап келдік. Және осы қиындықтардан өтіп жатырмыз. Алла адамға деген өзінің жарық нұрына деген, Құранда да айтылады, жер бетіне өзімнің қанша жарық нұрымды жібердім деп. Яғни өзінің әр жарық нұрына деген шексіз махаббатпен, сол өзінің таңдауына деген құрметпен біз сол сабақтарды жерде өте алуымыз үшін мүмкіндікті жаратып береді. Бізге кездесулерді ұйымдастырып береді. Бізге өмірімізді өзгертетін ауру келуі мүмкін, я бала туылуы мүмкін. Бірақ оның барлығын жан деңгейінде, когда да біз өзіміздің таңдаған сынақтарымыз, сабақтарымыз. Яғни адамда таңдау бар. Ал жанның таңдауы көбірек. Сонда біз өзіміздің тағдырымызға басқара алмаймыз тағдырымызды. Адам ретінде біз өз тағдырымызды басқара алмаймыз. Адам ретінде, пенде ретінде біз тағдырымызға әсер ете аламыз. Өзіміздің таңдауларымызбен, өзіміздің әрекетімізбен, ойымызды өзгерту арқылы, өзіміздің санамызды тазалау арқылы. Қазақта пешенеме жазылған осы деп отырады ғой. Ол сөзге қалай қарайсыз? Ол сөз негізінде үлкен Аллаға деген наразылық. Ол былай қараған кезде сыртқы формада Аллаға тәуекел еткен адам сияқты көрінеді да. Бұйырғаны болады деген. Иә. Ал әрекет жасап, біз әрі қарай оны Аллаға тапсыратын болсақ, ол алғыс, ризашылық болады да. Сонда алып қараған кезде біз өзіміздің тағдырымызға әсер ете аламыз. Қалай әсер етеміз? Өзімізді түсіну арқылы, өзіміздің энергиямызды сезіну арқылы, өзіміздің жанымыздың миссиясын ұғу арқылы біз өз тағдырымызға әсер етеміз. Адамның өлетін уақыты белгілі болады ма? Негізінде ажал адамға бір-ақ рет келеді. Оған дейін бірақ адамда бізде дене бар. Я, дене біздің жанымыздың осы жер бетіндегі бір храмы, зәулім бір үйі. Біз бірінші осы денемізге махаббат берумен, оған қамқорлық жасаумен, өзіміздің Аллаға деген үлкен оның алдындағы міндетіміз да негізі, жанның алдындағы. Егер жан, мысалы үшін ойлайықшы, аяқ асты авария болды, иә, сол кезде денеде ешқандай ары қарай алып кететін өмірлік пульс жоқ. Ол кезде жанның қайтып келетін үйі болмай қалады. Бізде ең бірінші денемізге мән беру маңызды. Екінші нәрсе, ол адамның жер бетіндегі сабағы аяқталмай жан кетпейді. Яғни біздің барлығымыздың белгілі бір дәрежеде сабағымыз бар. Тіпті біздің өлер алдындағы, біздің өлер алдында кеткен кезіміздің өзі бізде артта қалдырған адамдардың, жақын адамдарымызға сабақ беріп кетеміз. Себебі ең үлкен рухани өсу сен өзіңнің жақын адамыңды жоғалту. Сол кездегі өзіміздің, ол да бір адамның сабағы ретінде қалады. Ол сабақты Алланың жазуымен біздің өзіміздің рухани өсуіміз арқылы өзіміздің осы өмірдегі сабақтарымызды аяқтау арқылы келеді. Осындай сұрақпен сізге болжам жасататындар бола ма? Менің ажалым қашан деген сияқты. Бастапқыда болды, қазір болмайды. Негізі өлім тақырыбы бұл не үшін адамдарға қорқынышты? Адамдар оны негізі білгісі де келмейді. Сіз жаңа айттыңыз ба сол кісіге осындай уақытта деп? Сол сұрақпен келген адамға ма? Жоқ. Ол кофе деген ол жоқ уақытты ғана көрсетеді ғой. Ол егер ұзақ уақытты көрсететін болса, ол уже өтірік. Неге? Себебі бізде таңдау бар ғой, жаңа бері айтып жатырмын. Дәл қазіргі күйің сенің жоқ уақытың әсер етеді. Сен жоқ уақыттағы өзіңнің өміріңе қандай да бір өзгеріс енгізе аласың. Осы 1-2 айдың көлемі, бір жыл, ол максимум бір жыл. Иә, сіз бір жылға арнап та болжам жасайсыз ғой, иә? Әр айдың қалай өтетіні туралы. Иә, ол адамға ұзақ уақытқа жасалынатын болжам адамда таңдаудың жоқ екенін көрсетеді. Мысалы үшін, сен 5 жылдан кейін қаласаң да қаламасаң да өлесің деген әңгіме ол өтірік енді. Осынша жасқа келіп өлесің дейтіндер алаяқтар ма сонда онда? Білмеймін. Олармен жұмыс істеп көрген жоқпын, ондай білім алып көрген жоқпын. Бірақ өтірік қой, иә, ондай. Мен өзім адамның жасын кесіп айту деген. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Алланың еншісіндегі ақпарат болады да. Мысалы үшін Асмира ханым, сенде қанша бала болады? Сен қашан тұрмысқа шығасың? Немесе қашан өлесің деген сияқты.
оның барлығы бір Алланың еншісінде. Ал не үшін ол адам тұрмысқа шыға алмай жатыр деген ол уже басқа сұрақ. Ол екеуінің айырмашылығы бар. Барлық нәрсе Алланың еншісінде емес пе? Барлық нәрсе Алланың еншісінде, бірақ Құдай бізге таңдау берді ғой. Танымал адамдар келеді ме болжам жасатуға? Иә, өте көп келеді. Аттарын атай алмаймыз, иә? Әрине атай алмаймыз. Бірақ менде мынандай сұрақ қойғым келіп отыр, ол танымал адамдарда енді ақша да болады, танымалдық та болады, внимание дейді ғой, көптің махаббаты болады. Ол адамдарға не жетпейді, не сұрап келеді сізде, не білгісі келіп келеді? Жер бетіндегі адамдардың барлығының мәселелері ортақ болады. Ақша болса уақыт болмайды, уақыт болса ақша болмайды. Көңіл, жүрек, сезім, біздің бәріміздің керегі бізге негізінде сезім ғой. Танымалдылық бір сезім берсе, танымалдылық дәл соның басқа жағынан басқа бір негативті сезімді де беруі мүмкін. Жүрек жаралы болуы мүмкін, жаны тыныш болмауы мүмкін. Барлық адамда өзінің бір ішінен түртетін сабақтары, сынақтары аяқталатын болса, біз ешқайсымыз солай жерді басып жүрмес едік. Танымал адамдар экранда бөлек, ал шынайы енді сізге жан дүниесін ақтарады ғой. Ол кезде бөлек болады ма болмыстары? Біріншіден, танымал адамды да, қарапайым халықты да, олармен мен сөйлеспеймін. Менің ассистенттерім сөйлеседі. Себебі мен ол адамдармен сөйлесіп отырып, кофесінде қарап мен үлгермеймін да. Сіз білесіз, менің кофе терапиям өте қолжетімді. Ол жерде жазатындар көп болады, сұраққа жауап беретіндер көп болады. Танымал адамдардың кофесін көбінесе қарап қойып, жіберіп, жауабын беріп болғаннан кейін менің ассистенттерім айтып жатады. Мадина ханым, сізге пәленше жазылыпты ғой, түгенше жазылыпты ғой деген сияқты да. Бұл қазір осы күндері бір қарапайым үрдіс болып кетті. Қарапайым ол адамдар да негізі біз сияқты халық, біз сияқты пенде. Олардың да өзінің ішінде жандарында бір түрткен, қытықтаған мәселелер болады. Жалпы бұл тассология әлемі негізі бұрын алғашында шаймен болжам жасалып басталыпты дейді, иә? Құммен басталған ба? Бұл Клеопатраның заманда, Клеопатра бір жорыққа шыққан кезінде алдынан бір сәуегей шығып, осылай құмды түртіп жол сұраған екен. Сол кезден бастап пайда болған дейді. Бұл сол араб елдерінде басталған. Италияда дамыған, Бразилияда да дамыған. Тек біздің жаңағы соңында жағдай жақсы елдерде түрік елінде. Мен Түркияға жиі тәжірибеге барам. Сол кезде қарап отырсаң, кез келген әйел кофесін ішкеннен кейін төңкеріп ашып қарай салады. Олар үшін ол қарапайым норма. Кез келген әйел төңкеріп қарайды. Бірақ енді барлығы басқалардың кофесін қарамайды да. Кез келген әйел өзінің кофесін ашып қарайды. Негізі осы өз кофеңді өзің ашқан дұрыс па, әлде маманға аштырған дұрыс па? Егер өз кофеңді, мысалы үшін мен өз кофемді ашқан кезде, мен өзіммен шынайы болсам, мен аша аламын өзім кофемді. Мысалы үшін мен отырамда, күйеуім маған измена жасап жатқан жоқ па екен деймін да, өзіме ашамда, ары қарай менің миымда жаңағыдай паранойя сияқты сұрақтарым толып, өзіммен өзім құрастырып алып жүрген болсам, ол жерде сен картинаңды дұрыс көрмейсің. Яғни бұл жерде кез келген энергетикалық разбормен, энергетикалық жұмыс істеген кезде адамның миы, адамның санасы, аурасы, пространствосы әрқашан позитивте болған дұрыс. Мен өзім айына 2-3 рет өзімнің наставнигіммен сеанс аламын, әрқашан медитация жасаймын. Себебі менің өзімнің ішкі халім дұрыс болмаса, мен кофені дұрыс көре алмаймын. Неге кофені таңдадыңыз? Шайды емес, неге кофені таңдадыңыз? Бұл менде бастапқыда қазір көбейіп кетті ғой. Почему-то менен кейін кофемен болжам деген басып кетті, соны таңғаламын да. Мен бұл салаға бір осы жақта бір табыс көп ау, осы қызық ау деген сияқты бір адамдарға қарайын деген оймен бастаған жоқпын. Менің күйеуімнің әпкесі түрік азаматына тұрмысқа шыққан. Біз қыз жігіт болып екеуміз жүріп жүрген кезде жаңағы әпкесі танысуға шақырады. Сөйтіп таныстық, оның жанында түрік, оның қайын сіңлісі, яғни біздің құдаша жүрді. Сол айтты, кел саған кофе қарап берейін, мен саған не болатынын айтып берейін деген сияқты. Сөйтіп маған кофе қарады, және мен туралы бір қызық, прям мен өзім қалаймын, дәл солай мен жайлы ақпарат берді маған. Маған қызық болды да, сонымен бір апта соның жанында жүріп, қайта-қайта сұрап,
былай жасаса қалай болады деп сөйтіп сұрап жүрдім. Содан мен қызығушылығым артты. Содан мен өзіме жай қарап жүретінмін. Маған күйеуім көп поддержка беретін. Сен күшті көресің. Мадош, мен ертең мынандай жұмысқа барайын деп жатырмын. Көрші, не болады? Қандай адам болады? И негізінде күйеуің сенген кезде ол басқаша саған одан да бір үлкен сенім береді да. Маған менің подопытный кролигім күйеуім болды ғой. Мен сізге осы сұрақты қояйын дегем, негізі күйеуіңіз алғашында қарсы болған жоқ па деп, өйткені не мынау сандырақ деп, әсіресе біздің жігіттерге ол тақырыптар қабылдау кішкене қиынырақ қой. Сол себептен қарсы болды ма деп ойлаған едім мен басында. Жоқ, күйеуім маған туылған күндерімде редкий кітаптар әкеп беретін. Маған Томмазо Кампанеллоның итальянский кітабын тауып әкеп берген. Оның ішінде осы Кампанеллоның түрмеде жатқан кезде француздың царларына, князьдарына, орыстың кофе қараған. Ол кісіні сол кезде түрмеге жауып тастаған. Неге? Себебі ол қарапайым адамдарға қол жетімсіз болу керек. То есть болуы керек болған, сонымен ол түрмеде отырған. Оған барып арнайы кофе қарататын болған. Сол кітапты алдым күйеуім арқылы. Ол қолдайтын мені постоянно, сен күшті көресің, сен мұны айтқаның маған дұрыс келді деген сияқты. Бірақ маған енді сен осымен айналысып ақша тауып, осыны сен бір хобби ет, осыны сен бір сала ет деген жоқ. Ары қарай өзімде қызығушылық артты. Жаңа сіз патшалар туралы айтып жатқан кезде менде мынадай ой келді да. Осы Бишімбаевтың оқиғасынан кейін ғой, біз сондай саясаттағы шенеуніктердің жеке сондай болжам жасайтын адамдары, болмаса дуа жасап беретін, осы дуаны шешіп беретін бір мамандар болады дегенді сондай ақпаратты білдік та. Неге сондай жоғарыдағы шенді адамдар ондай осы эзотерикаға жақын, эзотерика саласына? Сіз қалай ойлайсыз? Байлар, танымал адамдар, шенеуніктер неге жақын осындай эзотерикаға? Барлық мүмкін сияқты болып тұрады. Мида шекара болмайды. Нақты не үшін деген кезде жалпы сенім жоғары болады да ол адамдарда. Сенім жоғары болады, көрсетілген жолды қолдана алатын шығар мүмкін. Қазір сіз бізге кеңес бере аласыз ба осы? Сізден терапияда бар ғой, болжамнан бөлекші. Адамның мысалы баю туралы запросы болатын болса, сіз оған қандай кеңес беретін едіңіз? Осы қазір бар байлығыңды жақсы көріп, сол байлығыңа шүкіршілік ет дейтін едім. Сол шүкіршілік халіне, сол шүкіршілікке келеді байлық. Сосын айналаңдағы адамдарды жақсы көр дейтін едім. Әрине ол өзімізді жақсы көру деген тақырып күнделікті көтеріліп жатыр. Өзіңді жақсы көр, өзіңе қамқор бол. Бірақ мына бір таза кіршіксіз махаббат болады ғой. Сенің айналаңа, сенің әке-шешеңе, сенің күйеуіңе, бала-шағаңа деген шексіз махаббат, сендегі өзіңе деген махаббат онсыз да тұрған кезде, мына сен пространствоңда ол шексіз өте тығыз вибрацияны орнатады. Ол вибрация сені әрқашан ашық етеді. Яғни сен адамдарға ашықсың. Адамға ашық адамға байлық келеді. Себебі байлық өзінен өз аспаннан Құдай беріп салбырап түссе, осы уақытқа дейін салбырап түскен көретін едік. Оның барлығы бізге адам арқылы келеді ғой. Адам ашық болған кезде адам келеді, адам арқылы байлық келеді. Жақсы көру, қабылдау сол адамдарды. Қаз қалпында қабылдай алу, бөлмей, салыстырмай. Осы адамдар былай болжам жасап жатады да, алдағы 20 жылдықта осындай болады, әлемді осындай дүние күтіп тұр деген сияқты. Сіз сондай болжамдар жасайсыз ба? Жалпы өзіңізге де осы тақырып қызық емес па? Не болар екен алдағы уақытта деген сияқты? Негізінде мен бұрында жасамайтынмын. Бірақ сізбен карусель жасап жүргенсіз сол сұрақтарды қоясыз. Сосын жасай бастадым. Жалпы Қазақстан жайлы айтқан кезде мен осы жыл біз коридор затмениеге кірдік қой. Бұның алдында ол затмение бізде коронавирустың кезінде болған. Қанша уақытта бір болатын құбылыс еді? Сол коридор затмение дегенді бір 9-10 жылда, 5 жылда, 6 жылда оның түрлері өте көп. Бірақ мен астролог болмағаннан кейін мен оны түсіне бермеймін. Бірақ менің командамда астрологтар, нумерологтар бар. Сол кісілер айтады маған, қазір бізде коридор затмение келе жатыр. Осыған байланысты болжам жасайсыз ба, көресіз ба деген сияқты да. Жалпы Қазақстанның жағдайына келетін болсақ, кармалық тұрғыдан біздің Қазақстан негізі бірінші түсіндірейін, ұлттық карма деген нәрсе болады. Коллективті карма, ұлттық карма деген түсінік бар. Яғни когда-то, мысалы үшін, бір ұлт
алып бір елді қырып жіберіп, бір ұлт бір елдің қыздарын күңдікке әкетіп барып зорлап сатып жіберіп, бір жұрт өзінің жаңағыдай мықтылығын қолданып бір елді барып қырып жойып тастаған болса, оның барлығының сұрауы бар. Яғни ол сұрау тек қана өлтірген бір әскерге, бір солдатқа ғана жүктелмейді. Оның сұрауы сол ұлтқа жүктеледі. Бұл коллективті карма деген, ұжымдық карма, яғни ұлттық карма деген сол. Қазақтың кармасын көрген кезімде, қазақтың кармасы өте таза. Біздің қазақ ешқашан өзге ұлтқа қарап жауға шаппаған халық. Өзге ұлттың қызының шашын сүйремеген халық. Біздің қазақтың кармасы біреу ғана. Өз халқына зиян келтірген халықта. Енді қазақ оны қалай өтейді? Былай қарасақ өте әдемі сабақ ол. Яғни сен бір кездері бұл ұлт өзінің халқына зиянын тигізді. Өзімізге. Өзімізге. Мысалы үшін 16 желтоқсанда қазақтың қыздарын шаштарынан сүйреді. Бөліп алды, билей бер деп 300-ге бөліп тастады да бір-бірімен талас болды. Менің өзім руым Қатаған, мысалы үшін Қатаған қырғынын естіген шығарсыз тарихта. Есім ханның кезінде Тәукел ханның басын алып тастап, бүкіл Қатағанды қырып тастаған. Содан бір 5-6 отбасы қалған, содан тараған ұрпақ. Мысалы үшін менің Қатағандар өте аз. Ал кезінде Қатағандар қазақта 300 болса, 4-ші жүз Қатаған болған. Себебі 300 қазақтың мына бір 10 қолы болса, сол қолында бүкіл Қатағандар болған, яғни көп болған. Қазақ сөйтіп өзінің әскерін солай бір қанатын өзі кесіп тастаған кезінде бір таққа таласып та, енді келген кезде бұл карманың есебі қандай болады? Өзінің ұлтыңа махаббат беру, өз ұлтыңды өсіру. Яғни сен өз ұлтыңа берік болған кезде, өз ұлтыңа мейірім шапағатын төккен кезде біздің қазақ өседі, дамиды деген сөз. Бұл тағы біздің Қазақстанға шеттен келетін жау, шектен келетін соғыс әсер етпейтін білдіреді. Яғни біздің кармамыз бойынша біздің ұлтымызда өзге елді қорлаған жоқ. Қазақтың келесі дәуірі тек қана өсу, өрлеу болады. Және қазақ біз кешегіде, мысалы үшін Дубайға сондай бомбалатып жатқан кезде түсіндік. Осы күнге дейін айтып келдік қой. Неге мына арабтар дәл біздікіндей мұнай бар, олар осы күні алды да былай көкке жететін үйлер, ғимараттарды салып тастап, туристік ортаға айналып, әлемдің ең тыныш қалаларына айналып байып отыр. Біз неге ондай емеспіз деген халықтың ішінде бір наразылық болды ғой. Шындығында олар араб әмірлігі оны қандай құнмен жасады біз білмейміз. Оның құнын олар енді өтеп жатыр. Олар нені сатты шындығында біз білмейміз. Бір Аллаға аян. Ал қазақ өзімен өзі ешқандай елдің военный базасын кіргізген жоқ. Ешқандай елге соғыс ашқан жоқ. Мен бірінші болам деген жоқ қазақ. Қазақтың мақалы бар. Алды болма, арты болма, ортасы бол деген ұстанымды ұстап келді. Одан кейін тағы бір нәрсе қазақтың құндылығы. Біздің қазақ бұл өмірге ұрпақ арқылы өсуге, дамуға келген халық. Кім ұрпағын көбейткісі келеді? Жан деңгейінде сөйлесек қайтадан. Бала деген не ол? Бала деген шексіз, шартсыз махаббат. Яғни сен балаң маньяк болса да жақсы көріп қабылдайсың. Бишенбаевтың анасы қалай баласын қорғағаны, баласы үшін жүгіргенін көрді. Бәріміздің жүрегіміз ауырды. Ананы түсіндік. Яғни сенің 6 балаң болса, сен 6 есе шексіз махаббатты сезінесің. Яғни сенің осы жер бетіндегі сынағың Европадағы бір бала туып жүрген әйелге қараған кезде көбірек болуы мүмкін, бірақ оны да білмейміз енді. Бірақ сонда да қазақ шексіз, шартсыз махаббатты сынақ, сабақ ретінде алып, оған өзінің отбасылық құндылықтарды беріп отқан халық. Яғни бұл біздің ұзақ перспективада қазақтың өте көркем дамитынын білдіреді. Қазақстанды алда жұт, кризисте, соғыста күтіп тұрған жоқ қой, алдағы бір. Қазаққа тек қана қазір сол кезінде болған жұттың, біздің ДНК-мызда ол код бар, бәрімізде бар. Сол кодты жаңарту ғана қалды. Қазақтарға тек қана жұттан қорқу, аштықтан қорқу, өліп қалудан қорқу.
қуғын сүргінге түсуден қорқу. Біздің барлығымыздың ДНК-мызда ол қорқыныш бар. Сол қорқыныштардан арылу ғана қалды. Бізге қалай өмір сүру керек, соны айтыңызшы. Біз жақсы, табысты, әл-ауқатты болуымыз үшін қалай өмір сүру керек қазақтар? Немен айналысу керек болмаса, соны айта аласыз ба? Ол бастапқы өзінің біздің болмысымыз бар ғой. Сол болмысқа келу. Негізінде барлық елдер, барлық құбылыс, барлық жаратылыс өзінің бастапқы болмысына қайтады. Біздің бастапқы болмысымыз қандай еді? Қазақ бір жерге байланбаған еді. Көшіп қона алатын еді. Қазіргі қазақ қандай? Жабысып алады бір жерге. Қорықпау керек. Ол жерде тек қана шетелге кету жайлы емес мәселе. Тұра алу, барлық жерді өзіңнің үйіңдей сезіне алу. Қазақтар шекараны білген жоқ. Барлық жерде өз үйіндегідей сезінді. Қазақстандағы үйлі бола алмаудың да түпкі мәселесі, шешімі осы жерде. Кез келген елде, жерде, кез келген қалада өз үйіндегідей жүре алу. Одан кейінгі мәселе, қазақ бізде мал мүлікпен айналысты, жаңағыдай төлдермен, шаруамен. Қазақтың мына импортқа, бүкіл әлемге шығатын, өсіретін, біздің спортымыз бар, ата-бабамыз онсыз да спортпен айналысты, біздің қазбаларымыз бар, байлығымыз бар, бүкіл Менделеевтің кестесі бар Қазақстанда. Бірақ сол нәрселерді ең жоғарғы дәрежеге жеткізу үшін, жаңағыдай пайдасын көре алу үшін, қазақ өзінің бизнесі ретінде, өзінің кәсібі ретінде ата кәсіпке оралатындар болу керек. Енді барлығы бірден өтіп кете алмайды, әр адамның әртүрлі миссиясы болады ғой. Жаңағыдай жанында, жүрегінде сол миссияны сезінетін жандар сол кәсіпке баратын болса, олар өсе алады. Бұл біздің ата кәсіп. Мал бақсам бекен деп ойланып жүрген адамдарға малмен айналысу керек қой. Енді мысалы үшін Швейцария, Голландия сияқты елдерде айналысып жатыр ғой. Қандай дамыған, олар голландский сиыр десе, біздің көз алдымызға сразу Швейцария келеді, Голландия келеді. Милканың жарнамасы ма? Милканың жарнамасы. Қалай олар өздерінің құндылықтарын солай шоколадқа қосып жіберді, мысалы үшін. Сол құндылықтарды сезіну және өзін басқа елден жоғары санамау, өз құндылығын өзгенің құндылығымен салыстырмау. Бізге анау Джейло келіп жатты ғой, сол кезде қазақтардың прайм эрасы туды деді, солай ма? Джейлоның келгені бұл бір портал ашып берген сияқты болды да, бір энергияны бір рет лап етіп алып келді. Дәл сол стадионға мен сізге сол кезде бір айтқан болатынмын, мына стадионда бір нәрсе болады деп. Дәл сол стадионда еще Қайрат пен Джейлоның екеуінің концерті бір күнге келіп қалып, екеуі таласқан болатын. Дәл сол жерде Қайрат пен жаңағы Реал Мадрид ойын ойнады. Енді бұл мәселе Джейлоудың энергиясында емес, мәселе халықтың сол кезде, сол бір концертке жиналған кезде ұжымдық вибрация болады. Сол ұжымдық вибрация жалпы қазақтардың ұғымына, түсінігіне, бүкіл әлемге ашылуға бір рұқсат берді да өзіне. Бізде тек қана сол рұқсат жетіспей тұрды ғой. Сол рұқсаттың беруінің арқасында ары қарай ситуация солай алып келді. Біздің дәл сол стадионда Қайрат пен Джейло ойнады. Ішкі сеніммен жоғарғы бір рухы ғой, адамның рухы оянып, бізде осындай концерт болып жатыр, осындай әлемдік съезд келді деген қазақстандықтардың энергиясы. Джейлоудың энергиясы емес, шатастырып алмау керек. Енді әлемнен отбасы тақырыбына қайтадан ауыссақ, өйткені бәрібір де сол айналып келіп отбасындағы мәселе шешілмей, біз масштабқа бәрібір ұмтылмайтын сияқтымыз. Отбасында қандай мәселелер болады? Жиі кездесетін мәселелер қандай? Көп адамдар, мысалы үшін мен қазір табыс таба алмай жатырмын. Қанша жұмыс істеймін, бірақ мына табысым артпай жатыр деген сұрақпен келеді. Бірақ оның кофесін қараған кезде мәселе оның табысында болмайды. Оның жеке қарым-қатынасында, оның балаларына деген ішкі өзіндегі күмәнінде, ішкі өзін кінәлау сезімдерінде, отбасындағы конфликттер болады. Яғни бізде қашан ақша мәселесі шешіледі? Ішкі конфликт шешілгенде және сыртқы конфликт шешілген кезде. Күйеуіңмен таласып тартысып жүрген кезде сен бәрібір мына жақта байып кете алмайсың. Және оның түпкі намерениесіне мен байып кетсем бәріне көрсетер едім деген бір ой тұруы мүмкін. Немесе керісінше кейде қарым-қатынас туралы сұрақ қояды. Бірақ ол әйелдің қазір дами алмай жатқан, өзінің жолына түсе алмай жатқан, және сол нәрсені тек қана қарым-қатынастан ғана іздей беріп жатқанын көруге болады. Кейде бір әйелдерде
табысы да жақсы, өзін жақсы орнықтырған, иә, аты бар болуы мүмкін, абыройы бар болуы мүмкін, бірақ бір ішкі жан тыныштығы жоқ болуы мүмкін, немесе бір проблемалар болуы мүмкін, иә. Мәселе басқа жақта болуы мүмкін, измена болуы мүмкін, немесе бір сенімсіздік болуы мүмкін. Измена демекші, изменаның неше түрін естіген шығарсыз. Ең бір өзіңіз таңғалған, естіген кезде жаныңыз түршіккен бір оқиға бар ма? Жаным ауырған сәттер болған. Қанша жерден мен жаңа сұхбаттың басында айттым ғой, тағдырлар әдемі болады, оның барлығын әдемі көруге тырысамын деген сияқты. Бұндай жағдайлар болған кезде мен көбінесе біраз уақыт кішкене перерыв аламын, өзіме өзім келу үшін, жинақталу үшін. Бір 18 жастағы қыз келді, әке шешесі қайтыс болып кеткен, әпкесінің қолында тұрады. Сонымен жездесі оған екінші неке ұсынған, қыз жүкті болған, сонымен барып мешітке барып некемізді қидырамыз деген. Сондай бір ауыр тағдырлар келген кезде барынша оған дұрыс жол көрсетуге тырысасың, бірақ бәрібір ол адамның жанында болмағаннан кейін, ол адам тікелей сенімен әрі қарай жұмыс жасамағаннан кейін қиын. Ойыңның бір жерінде қалып кетеді, сол қыз не болды екен деп. Жездесі негізі өзінің әйелін жақсы көретін болған ба? Қалай ол? Кофеде не шықты дейсіз ба? Енді ол жерде кофеде ер адам өте жауапкершілік көп сезінетін болған. Артық жауапкершілік сезінетін болған. Кішкентай қызға қамқорлық керек болған. Сол өзінің қамқорлығымен махаббатты шатастырып алған. Былай алып қараған кезде сынайды алмаймыз, себебі әртүрлі тағдыр болады. Бірақ ол еркектің өзінің ішкі травмалары жетіп жатыр да. Ол өзі анасыз өскен, әке мен ананың арасындағы махаббатты көрмеген. Соның барлығын мен кофесіне көрген кезде ол еркекті де түсініп тұрасың, бірақ әрине оны жасап жатқан өте озбырлық. Әйелі біледі ме екен оны? Одан кейін білген шығар, кофесін қараған кезімде білген жоқ болатын. Бірақ қызға кету керек болды, кофесіне басқа қалаға кету керек екені түсті кеңес ретінде. Өзіне жауапкершілік алу керек екені түсті. Және өзгенің жаңағыдай көлеңкесінен шығу. Ол қыздың жалпы дәл сол кездегі миссиясы көлеңкеден шығу болған. Және ол өзінің әпкесін өте бақытты әйел ретінде көрген. Бір бақыттың шоқтығында тұрған сияқты. Соған қарап қызығушылық сол жолға қарай итермелеген. Жездесімен балдысы қарым-қатынасқа түскен ба? Иә. Жаңағы қыздың әке шешесі жоқ қой, әпкесімен бірге тұрған. Әпкесі қамқорлығын алған. Ондай Асмира ханым, Қазақстанда ондай оқиға өте көп. Мен сол тақырыптарды көтеріп, сол тақырыптарда қыздарға қолдау білдіріп, не істеу керек, жалпы ол жағдай болмау үшін не істеу керек, сол бойынша жұмыс жасайтын жандарды өте қатты бағалаймын, құрметтеймін еңбектерін. Неге? Себебі ондай тағдырды өте көп көрем. Алданып жатқан, зорланып жатқан, және женаты еркектерге алданып жатқан қанша қыздар бар. Ешқандай қыз біреудің отбасын бұзайын деп бармайды шындығына барғанда. Алданатыны болады, мені жақсы көреді деп сенетіні болады. Еркек бақытты емес әйелімен, әйелі оны бақытты ете алмайды, мен бақытты ете алып жатырмын деген ішкі алдамшы сезім, бәсекелестік, өз құндылығын сол арқылы сезін өте жүрген қыздарымызда өте көп. Измена тақырыбын қазір енді әйелдер дамып жатыр, әйелдер өсіп жатыр, бұл тақырып бітті, қазір азайып жатыр дейді. Бірақ күнделікті қанша әйелмен бетпе-бет жұмыс жасап отырғаннан кейін мен бұл тақырып аяқталды деп айтпас едім. Еркектер не себепті измена жасайды? Енді әртүрлі фактор болатын шығар. Бірақ жалпы измена не үшін болатыны бұл... Осы психологтар айтып жатады ғой, осындай дүние жетіспегеннен изменаға барады деп. Енді ол жетіспеген нәрсені бірақ оның әйелі жетілдіріп бере алмайды. Жетіспей жатыр деген сөз, ол әйелі аз беріп жатыр деген сөз емес. Әйелі қанша беріп жатса да еркек оны сезбей жатыр деген сөз. Өзінің ішкі құндылығын, өзінің бәсекелестігін, өзінің махаббатын бұрмаланған форматта қолдану. Сіз отбасындағы әртүрлі мәселелерді көрдіңіз. Түрлі мәселе келеді алдыңызға. Содан бір түйін жасайықшы. Отбасы жақсы болу үшін әйел қандай болу керек, не жасау керек, не жасамау керек? Еркек қандай болу керек?
Енді бұл жерде әйел мынандай болу керек, еркек мынандай болу керек деп айта алмаймын. Себебі әр отбасыда еркек әртүрлі, әйел әртүрлі болуы мүмкін. Олардың әрқайсысының темпі болады. Әр жұптың өзінің кездескен бір миссиясы болады. Әр ол екеуінің энергиясы ауысып отырады. Әр энергия ауысқан кезде ол екеуінің қарым-қатынасы әртүрлі болады. Олардың ойлары, көзқарастары өзгеріп, өсіп, дамып отырады. Бастысы сол темпті сезе алу, сол темппен бірге қадам жасай алу. Мысалы үшін мен 2 жыл алдын кофемен көрген кезде өзімді маскамен көре беретін күйеуіммен қарым-қатынаста. Мен ойлаған жоқпын, ол кезде де мен терапиядамын, ол кезде де мен адамдармен жұмыс жасаймын, бірақ біз өлгенше жұмыс жасаймыз өзімізбен. Сол кезде көрген кезімде мен түсіндім, мен көбінесе күйеуіме барынша жақсы көрінуге тырысып жүретінмін. Бірақ ол кезде кофе маған не деді? Ол маскаңды шешпей тұр пока деді. Сен маскасыз көруге күйеуің дайын емес әлі. Яғни біздің екеуміздің темпіміздің сәйкестігі, екеуміздің энергиямыздың сәйкестігі маңызды. Одан кейін бір кофе көрген кезімде мен кәдімгідей күйеуім екеуміздің ажырасатынымызды көрдім. Ол да бір қызық болды. Ол жерде қарым-қатынаста жаңағыдай айналадағы адамдармен екеуміздің қарым-қатынасымыздың нығаятынын көрдім. Яғни сол ескерту бойынша біз күйеуім екеуміз жұмыс жасадық. Одан кейін тағы бір кофе қарасам, мен өзімді маскасыз көрдім. Яғни маған енді болады, жақсы болып, жаңағыдай өзімді түсінетін, өзімді керемет, оның жанындағы керемет әйел ретінде көрсетудің енді қажеті жоқ екенін түсіндім. Яғни бұл жерде барлық нәрсенің энергиялық тұрғыдан өзінің кезеңі болады. Сол кезеңді сезіне алу керек. Мысалы үшін қазіргі менің ішкі күйімді, халімді, менің айтқан сөздерімді, ойымды 2 жыл алдын менің күйеуім қабылдай алмауы мүмкін еді. Ол кезде оны мен оған айтатын болсам, ол кезде менің өзімнің энергиямды, ол жерде тек қана оның емес, менің де дайындығымда маңыздылығы. Сол кезде біздің екеуміздің арамызда конфликт болуы мүмкін еді. Яғни энергияның темпін сезіну, өзің қазір қандай энергияда екеніңді білу, қарым-қатынастың энергиясы қандай екенін түсіну маңызды. Кофе болжамға сіз алғашында өзіңіздің жеке сұрақтарыңыз арқылы келдіңіз, содан келе өзіңізге ұнады бұл жұмыс. Қазір енді сіздің бұл тұрақты кәсібіңіз болып тұр ғой, сізге жақсы табыс алып келіп отырған. Қазір командаңызда қанша адам бар сіздің? Қазір командамда 60 адам жұмыс істейді. 60 адамды айлықпен қамтып отырсыз, 60 адам осы жұмыста, осы салада жүріп, бір зауыт сияқты ғой сіздің. Олардың барлығы өздерінің өмірлерінде әр тағдырды көріп жеке өсіп жатқан жандар. Рухани да өсіп жатыр дейсіз ғой. Табысыңызды айта аласыз ба? Қымбат көлік алдыңыз, күйеуіңізге де астына мықты темір тұлпар сыйладыңыз, зәулім сарайларыңыз бар. Бұны айтуымыздың себебі, сіз сияқты осы саламен айналысқысы келетін адамдар болады ғой, сіз соны үйретесіз ғой, Мен енді кішігірім обучение ретінде үйретуге енді жоспарлап жатырмын. Бірақ мен бұл салада тек қана мендегі білім кофені қарау ғана емес қой. Оған менің 100 миллиондап білім алуға құйған ақшам бар. Оның барлығын, 100 миллионның барлығын мен күйеуімнің банкте жұмыс істеп жүріп тапқан табысын мен оқыдым. Мен өзімнің 1500 теңгеден кофе қарап жүріп, 1500 теңгеден жинап жүріп алған білімдерім ғой. Және оған бұл салаға келетін адам солай білім алуға дайын болу керек шығар деп ойлаймын. Солай адамның тағдырына деген үлкен жауапкершілікпен, оған қорқыныш бермей, оған күдік бермей, болашағына жарқын қарап, әрі қарай қадам тастап кете алатындай кеңес бере алатын маман дайындағым келеді. Және бұл жолда соған дайын адамдармен ғана жұмыс жасағым келеді. Қалай таңдап аласыз? Кофе қарап көресіз ба? Менің ойымша ең бірінші ол таңдай алмаймын. Себебі ең бірінші оны оқып, үйреніп, өзіне қарап, әрі қарай ол сол адамның саласы ма, саласы емес па түсіну керек. Өзі анықтайды. Ол өзі анықтау керек. Егер солай өзі анықтап, әрі қарай сіз сияқты өскім келеді, сіз сияқты мен де білім жинағым келеді дейтін адамдар болса, келесі этапты одан кейін қарастырып жататын шығармын. Бірақ бірінші этапта бұл тек қана кофемен қарап көреді менің шәкірттерім. Олар түсіну керек, бұл сала оныкі ма, оған қызық па, іші пысып кетпей ма, бірден қараған кезде көріп кете ала ма, сезіне ала ма.
соны түсіну керек. Ал былай сырттан қараған кезде мына жерде Мадина орып ақша тауып жатыр, бір кофе дайындап деген сияқты оңай сияқты көрінеді да, оның артында үлкен жауапкершілік бар. Заңда жауапкершілік жоқ болса да, Құдайдың алдында біздің жауапкершілігіміз бар. Айына 20-30 миллион табамын дедіңіз, иә? Ақшаны қалай жаратасыз сіз? Ал осы танымал адамдар, әсіресе блогерлер қазір көп көрсетеді ғой, анпакинг деп. Брендтер алады қымбат-қымбат. Сіздің үстіңізден көп көрмейміз. Сіз өзіңіз құмар емессіз бе? Әлде әбден оны алып құмарыңыз басылған ба? Мен өзім негізі, мысалы үшін менде 850 мыңнан асты аудитория. Ешқашан көп аудитория жинаймын деген менің мақсатым болмаған. Ешқашан 30 миллион табыс, 20 миллион или 15 миллион табыс тапсам екен деген жоспар құрмағанмын. Өмірімде мен айтып жатырмын ғой, қанша жылдан бері осы салаға келгелі мені подкастқа шақырған, интервьюға, передачаларға шақырған сәттер көп болған. Мен көбінесе келіспейтін. Яғни маған қызық болған жоқ. Енді мен періштемін деп айтпаймын. Мен алам, брендтерді жақсы көрем, өзімнің ортамда кием, айналамдағыларға көрсетем, күйеуім көп сыйлайды, мен бренд жақсы көретінді біледі. Бірақ оны енді аудиторияма достар, мен мынандай алдым, мен енді ғана маған көлігімді көрсету керек екен ғой деген ой маған енді келеді да. Бірақ онда да маған кішкене ыңғайсыз. Бұрын өзіңіздің бір ең басты құндылықтарыңыз болмағандықтан сіз өзіңіз ойланбағансыз ғой, бұны мен мақтану керек екен, мақтануға болады екен деген ой келмеген ғой сізге? Иә. Менде ең бірінші менен сұрайды, осылай сіз сияқты табыс табу үшін не істеу керек деп, мен айналамдағы жаңағыдай ассистенттерім, қыздар сұраған кезде мен айтамын, күйеуім қатты жақсы көр деп айтамын. Потому что мен күйеуімді қатты жақсы көремін, бірақ мен өліп еңбектеніп жатқан жоқпын. Иә, менің еңбегім бар, қызық, бірақ ол маған қызық. Біз бірінші мен осы кофе терапияны бастаған кезде күйеуіңді қатты жақсы көр деп айтасыз ба? Иә. Күйеуің қатты жақсы көру керек. Жоқ, күйеуіңді қатты жақсы көр. Сен күйеуіңді қатты жақсы көр. Сол кезде бізде күйеуім банкте жұмыс істейтін, жаңағыдай. Ол кіре салып 2-3 айда тез көтерілді, өзі жылдам адамда, білімді, күйеуімнің көзі ашық, бірақ Инстаграм дегенге, инфобизнес дегенмен мүлде хабары жоқ адам. Өзімен өзі жүрген, спокойный. Сөйтіп 2-3 айда тез көтерілді, табысы да артып, бәрі жақсарып келе жатты, бірақ менде жаңағыдай кофеде табысым артып бастады. Сол кезде маған күнде үйде газеттен жұмыстан шықтым. Маған осы сала қызық болып бастады. Сөйтіп күнімен үйде Инстаграмға салам, клиенттермен сөйлесем, кофелерін қараймын, кешке дейін әжептәуір ақша жинап қоям. Күйеуім кешке жұмыстан келген кезде алдынан жүгіріп шығатын. Жан, мен бүгін 150 мың таптым. Күйеуім, Мадош, сен күштісің. Айттым, сен қолыңнан келеді. Молодец деп, ол кәдімгідей таңғалатын да, қуанатын ол. Менің күйеуім ешқашан сен көп тауып кеттің, енді ол күйеуге де байланысты шығар, сен көп тауып кеттің, сен көп ақша таптың деп атсың ба деген сөзді ешқашан айтқан емес. Жан, сен күшті, шаршамай істей бер, ой қоя салсайшы, бармай ақ қой. Кейде мен көп поездкаларды, мысалы үшін Алматыға, Астанаға билеттерді аламда, бармай қоя салам. Сонда кезде күйеуіме еркелеп қала салам. Айтады, бармай ақ қойшы дейді, мен мақұл деймін. Сондай ғой. Яғни мен сол кісіні қуантқым келді. Ол қуанатын шынымен. Мен әлі күнге дейін тапқан ақшамның барлығын мен бере салам. Мен есептеген емеспін. Менде финансист жоқ. Менде оны есептеп жатқан ешкім жоқ. Менде маркетинг, пиар дегеннен енді команда жинап, соларды істеу керек екен ғой деп. Өзім сүйіктісіммен айналсам, бастысы сол маған удовольствие береді. Шабыт береді. Мадина ханым, сұхбаттың соңында былай жасасақ, сіз қаншама тағдырды көріп жүрсіз, куә болып жүрсіз, бір түйген ойыңызды қазір бізге айтсаңыз. Біздің бір басымыздағы тағдыр, бір басымыздағы сабақ, ол бір бізге қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ басқа адамдардың тағдырын көрген кезде ол басқаша әсер береді. Сырттай қарайсың, адамдардың барлығының өмірін салыстырып қарайсың деген сияқты. Жалпы осы 10 жылдың ішінде қаншама адам тағдырын көріп, мен түсінгенім, бірден өміріңізді өзгертемін деп, яғни бірден мен өмірімді өзгертемін, бірден байып кетем, бірден махаббатты тауып кетем, бірден мынадан маған секіріп кетем деген түсінік болмау керек. Барлық нәрсе өзінің этап-этабымен, жүйелі түрде, әдеттермен жай келетін нәрсе. Асықпау керек. Соны айтамын.
себебі көп адам қазір бәрінің тез орындала салғанын, тез бола салғанын, тез байып кете салғанын күтеді. Шындығында байлық та, махаббат та, ол барлығы сенің кішкентай жасаған таңдауларыңда, тұрақты жасаған қадамдарыңда. Мен өзім осы кофе-терапияда өзімнің осындай кішкентай жасаған қадамдарымды корректировать еттім әр моментте. Келесі жолда қалай жасауым керек екенін түсіндім. Яғни өміріме енгізген ойдың әдеті болсын, істің әдеті болсын, барлығын солай бір нәтижеге жеткен сәтін көрдім. Яғни еш нәрсе бірден болмайды. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Сұхбатты соңына дейін қараған адамдарға көп рахмет. Сіздердің бұл қадамдарыңызда біз үшін үлкен қолдау. Ары қарай лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар, бізді қолдап пікір жазыңыздар. Мен сыйлығым бар аудиторияға. Ең жақсы пікір қалдырған, ең қызықты, ең маңызды өзінің ойын қалдырған оқырмандарға өзімнің жақында болайын деп жатқан ояну деген жоба басталғалы жатыр. Яғни ол жерде пакет кофе-терапия болады және менің сопровождением болады. Кофе-терапиядан алғаннан кейін қандай әдет жасау керек, қандай әрекет жасау керек, соның барлығын көріп отырып, болашағыңа коррекция жасау, соны сыйлаймын. Көп рахмет сізге. Онда пікір жазыңыздар, міндетті түрде сыйлықтан құр қалмаңыздар. Рахмет.